Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Қашықтықта ұйымдастырылған вебинар бейне сабағымызға қош келдіңіздер. Ағылшын тілін үйрену қиын әрі қызықты. Қазіргі таңда ұстаздарға қойылып отырған талап оқушылардың білім сапасын арттыру мақсатында сапалы білім беру. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында қазір көптеген платформаларды біз қолданамыз. Соның бірі Flickr платформасымен сіздерді таныстырып өтсем деймін. Бектенбай Қосынов атындағы орта мектеп, мектепке дейінгі шағын орталық пен коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ағылшын тіл пән мұғалімі Ілияс Алия Мырзақызы. Вебинар тақырыбы ағылшын тілі сабағында Flickr платформасын қолданудың тиімділігі. Flickr қалай жұмыс істейді? Flickr бұл бүкіл сыныптың жауаптарын жылдам бағалауға және статистика жинауды жеңілдетуге мүмкіндік беретін қосымша. Бұл QR кодтарын қолдана отырып жұмыс істейді. Яғни жарнама дүкендерде бізге өте жақсы таныс. Бұл платформада мұғалім планшет немесе ноутбукты қолданады. Планшеттің көмегімен мұғалім QR кодтары бар парақшаларды оқушыларға таратып, бұл жауаптарын сканерлеп, дәл сол уақытта, яғни тақтада осы сұрақтардың дұрыс немесе бұрыс екендігі дереу статистика пайда болады. Ол үшін не керек? Мұғалімнің Flickr қосымшасы орнатылған ұялы телефоны болу керек. QR кодтары бар карталар жиынтығы, интернетке кіру мүмкіндігі бар компьютер және интернетке қосылған проектор. Мұғалім не істей алады? Әр оқушының әр сұраққа жауаптарын нақты уақытында да, сабақтан кейін де кез келген ыңғайлы уақытта көре алады. Білімнің әр бөлігін әр оқушы да жалпы сыныпта қаншалықты меңгергендігін анықтай алады. Сол сабақта білімді игеру деңгейі тез бақылайды және түзетулерді тез енгізе алады. Сонымен қатар рефлексия жүргізеді. Технологияның артықшылықтары. Арнайы шығындар мен арнайы құралдарды қажет етпейді. Әр оқушымен әңгімелесу. Сауалнама нәтижелері экранда көрсетіледі. Әр оқушының жұмысын бағалау және пәнге деген қызығушылығы дамиды. Кемшіліктері. Байқаушы адам өне бойы белсенсіз болады, өздігінен байқауды ұйымдастыра алмайды және байқалатын адам әрекетінен қатысып өзгерте де алмайды екен. Бізге неден бастау керек? Flickr.com сайтына тіркелуіміз керек. Смартфонға Flickr қосымшасын жүктеуіміз керек. Сайттан арнайы QR кодты тауып басып шығаруымыз керек. Сонымен қатар міндетті түрде интернет болу керек. Міне Flickr қосымшасы, арнайы QR кодтары бар парақша. Қосымшамен қалай жұмыс істеу керек? Сұрақтар жасаймыз, сыныптар құрамыз. Сынып кезегіне сұрақтарды кіріктіреміз. Компьютерге Flickr қосымшасын жүктейміз. Проектор арқылы шығарамыз. Жаңағы парақшаларымызды QR кодтары бар. Қосымшамен қалай жұмыс істеу керек? Біз балаларға карточкалар таратамыз. Flickr мобильді қосымшасын ашамыз. Сыныпты таңдаймыз. Сұрақты таңдаймыз. Жауаптарын сканерлейміз және статистика нәтижелерін талдаймыз. Құрметті әріптестер,
Енді осы Plickers қосымшасын қалай жүктейміз, сыныпты қалай қосамыз, сыныпқа оқушыны қалай кіріктіреміз және тестті қалай құрамыз, міне осы жөнінде сіздерге көрсетіп айтып кетсем деймін. Ол үшін біз 3w.plickers.com сайтына кіреміз. Мына жерде sign up арқылы тіркелеміз. Бірақ мен тіркеліп қойғандықтан қазір арнайы парақша ашылады. Интернетіміз міне кеш ашылып жатыр. Міне қараңыздар. New set тестті осы арқылы құрамыз. Your library сыныптарымыз шығады. New class арқылы біз жаңа сыныпты қосамыз. Мысалы, бірінші сынып қосайық, жаңадан сынып, new class батырманы баса отырып. Міне, мысалға, бірінші А классы. Бірінші А сыныпты қостық. Міне, бірінші А сыныпымыз шықты. Енді осы сыныпқа біз Add Students батырмасын басып, оқушыларды кіріктіреміз. Мысалы, Самал, Омар, Марал. Last name'ді баса отырып, фамилияларын жазсақ болады. Next. Міне 1, 2, 3 сан деген нені білдіреді. Біз арнайы QR кодтары бар парақшаны шығарған кезде Самалға бірінші карточканы, Омарға екінші карточка, Маралға үшінші карточканы беретін боламыз. Міне, сыныпты аштық, сыныпқа оқушыларды кіріктірдік. Енді бізге жаңа тест құру керек. Ол үшін New set батырмасын басамыз. Жерге ағылшын тілі, орыс тілі, немесе математика деп өзімізге ыңғайлы сабақтарымызды қоя аламыз. Мысалы, 2 қосылған 2 қосылған 2 тең болады. Сұрақты жазып астына 1 жауабын, 2
3 немесе 4. Дұрыс жауапты белгілейміз. Дейік. Қосу батырмасын басу арқылы келесі сұрақты жазамыз. 8 алынған 5 тең 3 5 6 7. Дұрыс жауапты таңдаймыз және сақтаймыз. Сонымен қатар бұл жерге біз сурет қойсақ болады. Міне, мына жерде көріп тұрсыздар, иә? Галереядан керекті суреттерімізді алып, осы жерге сурет қойып, сұраққа байланысты суретімізді қойсақ болады. Енді осы тестімізді біз қай сыныпқа жүктейміз? Ол үшін add to батырмасын баса отырып, міне осы сыныпты бірінші А сыныбына қосамыз. Келесі бірінші Б сыныбына қосамыз. Және де бірінші Г сыныптарына қоса аламыз. Міне мына жерден сыныптарды таңдаймыз. Бірінші F. Осы сыныптарға осы тесттарды міне жүктедік. Енді тестті біз сыныпты құрдық, оқушыларды кіріктірдік, тестті жасадық, сыныпқа кіріктірдік. Міне, бұл жерде батырманы 3 нүктені баса отырып, Get to Clickers картты баса отырып, біз арнайы QR кодтары бар парақшаларымызды шығара аламыз. Және бұл жерде QR кодтар бір-біріне өте ұқсамайды. Міне мына жерде бізге арнайы штрих кодтар бір-біріне ұқсамайтын осындай QR код парақшалар шығады. Осы парақшаларды біз әр оқушыға жеке-жеке принтерден басып шығарамыз. Құрметті әріптестер, бүгін сіздер қызықты әрі өте пайдалы платформаның бірі Clickers платформасымен таныс болдыңыздар. Яғни бұл бізде 3 минут аралығында оқушылардың білім сапасын анықтауға өте жақсы көмектеседі. Уақытты тиімді пайдалануға болады. Яғни үй тапсырмасын сұрағанда немесе жаңа сабақты қорытындылай келе оқушылардың білім сапасын анықтаған кезде осы Clickers қосымшасын біз пайдалансақ болады екен платформасын. Енді құрметті әріптестер, қорытындылай келе сіздерге айтқым келіп отыр, бұл Clickers платформасы арқылы адамды кез келген параметрлер бойынша бағалаудың жалғыз тәсілі болып табылады. Тестілеу уақытын үнемдейді. Оқушылардың білімін тексеруге арналған құралдардың бірі болып табылады. Алайда тек осы тесттердің көмегімен оқушылардың зерттелетін пән туралы білімінің тереңдігін толық тексеру әлі күнге дейін де мүмкін емес болып тұр. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.